Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сокпен соленый огурцы помидор жауатын боламыз. Алдымен біз помидорымызды жуып, тазалап, ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Ет тартқыштан өткізілген помидорымызды осылай ситаның көмегімен согын шығарып алатын боламыз. Осылай согының бәрін шығарып алғаннан кейін бұны бөлек қойып, міне өте қою әдемі сок болып шықты. Енді банкамызға осылардың барлығын помидор, огурцы, капустамызды салып дайындап алатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Барлық құпиясын қалдырмай сіздермен бөлісетін боламын. Егер видеом ұнаса, комментарий, лайк басып кетсеңіздер болады. Мен өте қуанышты болатын едім. Банкамызға болгарскийімізді, укробымызды, ащы перцімізді, помидорымызды барлығын салып аламыз. Қолмен басып жайғастырып отыратын боламыз. Өте керемет болып шығады, достар, жасап көрсеңіздер болады. Осылай капустамызды да салып алдық. Енді қалған жеріне огурцыйды қойып шығамыз. Бізде огурцыйды, капустаны қатты жақсы көретін болғандықтан капуста да қостым. Өте дәмді болып шығады. Және де өте оңай және тез жасалатын банка соленыйлардың бірі. Барлығын ығыздап отырып салатын боламыз. Банкамыз дайын болды. Енді үстіне қайнаған суымызды құятын боламыз. Қайнаған суымызды қойып, 20 минутқа қойып қоямыз. Қақпағын жауып қойып қоятын боламыз. Тағы бір банканы салып көрсетейін. Ең астына болгарский тәтті перцімізді салып алдық. Кейін ащы перцтен біреу салдым. Чеснок, укроп салып аламыз астына. Егер хрен болса, хрен салсаңыздар да болады. Мен салған жоқпын. Астына осылай капусталарымызды салып алып, енді помидорларымызды саламыз. Барынша нығыздап салатын боламыз. Қазір су құйғаннан кейін банкамыз жарты болып қалуы мүмкін. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Мына екінші банкамыз да дайын. Салып дайындап алдық. Үстіне қайнаған суымызды құйып, қойып қоятын боламыз. Осылай мен қайнаған суға 3 рет ауыстыратын боламын. Ақ суымызды. Мұны 4 банкіге құйып алдым. Банканың суын ауыстыратын боламыз. 3 рет ауыстырсақ, ішіндегі барлық микробтары өліп, суыңыз мутный болып кетпей, дәмді болып шығатын болады. Ешқандай атылмайды банкыңыз. Сол үшін ерінбей 3 рет суын ауыстыратын боламын.
сіздер қанша рет ауыстырасыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мына банкамның суының барлығын төгіп алдым. Қайнап тұрған суымызды тағы да құйып 20 минутқа қойып қоятын боламын. Суымызды құйып алдым. Енді осы 20 минуттың ішінде біз жаңа дайындап алған қызыл помидор согымызды дайындап алатын боламыз. Газге қойып қайнатып аламыз. Оған өзіңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосасыздар. Мен горох перец қостым. Лавр жапырағын қостым. Тұз қосасыз өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Бұл жерде қызыл согымызды кішкене ащы қылып алатын боламыз. Осы жерден ащы қылып салып аламыз. Себебі банкіге мен тұз салмаймын. Осы соктың ащысымен тұра береді. Согымыз дайын. Банкаларға құйып, енді жауып алатын боламыз. Атылмайды, қорықпай жауа берсеңіздер болады. Екінші банкамызда бұрап жауып жатырмын. Аузын бұрағаннан кейін жатқызып, аузын тексеріп аламыз. Ауа кіріп тұрған жоқ па деп барлығын көріп алатын боламыз. Кейін суы суығанға дейін осылай жатқызып үстін жауып қоятын боламын. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлықтарыңызға рахмет.